Қазақстанда педофилдерге бостандыққа шығардан жарты жыл бұрын кастрация жасалады. Кәмелетке толмағандарға сексуалдық зорлық жасаған қылмыскерлерге химиялық кастрация қолдану ережесі өзгерді. Өзгеріске сәйкес кастрация сотталған адам бостандыққа шығардан 6 ай бұрын жасалады. Денсаулық сақтау министрі тиісті бұйрыққа қол қойды. Бұйрық 2025 жылдың 17 қазанынан бастап күшіне енеді. Бұйрыққа сәйкес түрме әкімшілігі жаза мерзімінің аяқталуына 1 жыл қалғанда тиісті құжаттарды сотқа жолдайды. Сот сараптама тағайындап, онда сотталған адамның психикалық ауытқуы бар жоғы және сексуалдық зорлыққа бейімділігі тексеріледі. Бұл шара 18 жастан асқан балаларға сексуалдық зорлық жасаған қылмыскерлерге қолданылады. Процедура сотталған адам жазасын өтеп жатқан мекемеде жасалады. Егер адам пробацияда болса немесе айыппұл төлеуге міндеттелсе, кастрация амбулаториялық психиатриялық көмек көрсететін клиникада жүргізіледі. Бұл өзгерістер психикалық ауытқуы бар және қылмыстық жауапкершіліктен босатылмайтын адамдарға қатысты қолданылмайды. Мұндай жағдайларда сот алдын ала өзге медициналық шараларды тағайындай алады.